Сәлем достар, мен Әділбек Мұрат. Бүгін сол жұмыс барысын сүреміз. Яғни қазір жұмыс бар. Мына кореян таксистері. Осындай толып тұрған бір номерлік цифрлар, телефондар түсініксіз. Осы жұмыс қараңыз, жұмыс барын түсіретін болам. Болды. Мына бала міне бүгін жұмысқа келіп тұрған бала. Азанда осылай 2 литр су ішіп жұмысқа шығады. 2 литрдан аз ішсе жұмыс істемейді бұл бала. Мынау баяғы Аймұрат, бұда 2 литрға үйреніп жатыр жайлап. Қазір стройға келдік, жұмыс орнына. Новый апартлар, яғни апартмент, новый зданиялар. Осының ішіне мебель құрастырады біздің балдар. Магазин отса, магазин тамақ ішіп алып, осылай жұмысқа барады. Қазір жұмыс барысын көрсетем, қандай жұмыс екенін, не болатын. Сәлем достар, біз қазір не келдік? Стройкаға, яғни Кореядағы стройкалар жұмысы. Негізі біздің достар айтқан жұмысы ол емес. Осы жаңа үйлердегі нені құрастыру, мебельдер бәрі осы жұмысы. Яғни жақта именно мына жұмыстың процесі, мына мебельдер құрастыру. Мебельдерді. Осы достарымыз объемға жұмыс істейді. Яғни күндік зарплата қанша? Примерно 190 мың шығады. 190-да 200 ғой. 190-200 мың вон шығады. Яғни 190-200 доллар күніне. Ол ең жақсы зарплата. Ол үшін сіз аянбай еңбек істеуіңіз, кеше біздің балдар істеген, осының бәрі. Ал енді қазір процесін көрсетейін. Мысалға, осылай тек мында шурпайыр алады, осымен жұмыс. Дрил. Ау? Дрилмен дейсің ғой. Шурпайыр ғой. Осылай алады да, осылай. Осылай естерді қадап. Қадайды да. Қай жерден, қай жерден ба? Да, алдар. Бұл таза стройка. Mesela біреулер жұмысы бар да, кафелер тұрады, біреу обой істейді. Өте қымбат жұмыстар негізі. Егер адам қолына келсе, жақта объемға жұмыс істейтін болса, күніне мысалы $200, $250, $150 зарплата алады. А егер сіз мысалы новичок болсаңыз, Кореяға келген, сондай жұмыстарда күніне стабильный $100 төлеп тұрады, бірақ тамақ жататын жерің өзі тегін, яғни өздері төлейді компания. Ол болса жұмыс. Егер Кореяға жұмыс істемесе жұмыс істеуге болады, онда жаңа Кореяда жұмыс жоқ деген, или жаңа иммиграция бүкіл тексеретін бәрі ол жалған. Ол тексерді рас, бірақ өйтіп күні тексермейді. Өйткені Кореяда ол постоянно жұмыс істейтін адамдар керек. Все, рахмет.